И бәріңе сәлем достар, сіздермен бірге мен Мадияр Пернебаев достар. Бүгінгі видеомыз өзіне ерекше болмақ. Басқа видеомен салыстырғанда бүгінгі видеомыз кішігірім болса да влог тәрізді болмақ. Жалпы не жайлы болады? Тақырыпты біліп тұрғандарыңыздай, жыл блогері естеріңізде Алматы қаласында өтті, бүгін Астана қаласында болады. Ендеше жыл блогер кім болады екен? Оны қазір сіздермен бірге біз отырып бірге білетін боламыз. Алдымен көрсетілген видеомызды бастап алайық. Жалпы айтқан достар, естеріңізде 2020-ның соңғы қорытынды жағында, желтоқсан айларында жыл блогері дейтін Алматы қаласында өтті. Яғни әр блогерді әртүрлі жағынан марапаттады. Кім қандай үздік блогер лайықты, кім ақкөңіл блогер деген сияқты әртүрлі марапаттармен марапаттаған болатын. Дәл соның Астана қаласында 2021 жылға жыл блогері бүгін өтуде. Бізге шақыру хат келіп отыр. Яғни айтқанда Астана қаласындағы блогерлердің барын басын қосып біріктіріп отыр. Бүгін енді Астана қаласындағы жыл блогер 2021-ге баратын боламыз. Сондай-ақ достар, олар менен бір нәрсені өтінді. Сен ютубтан 2 күміс кнопка алған екенсің деді. Соны өзіңмен бірге ала келсең деп. Өйткені кейбір оқырмандар білмеуі мүмкін, мен 2 күміс кнопка бар екенімді. Соны қазір официально бүгін басқа блогерлердің көзінше табыстамақ. Біз кішкене кешігіп отырық, машинамыз қыздыра берейік. Бағдәулетпен бірге қосылып баратын боламыз. Жыл блогерсің ба? Ал енді бүгін Мадиярмен болға бірге серіктес болып барып, қасында жүргеннен кейін тоже барайын деп шештім. Жалғыз жүре алмаймын негізі, всегда қасында бір адаммен боламын. О, как раз на жағында еще Есіл өзені бар екен. Шомыл болыңыз радына? Кеттік. Пока ана кешіп балым дегенше, басталым дегенше бір салқын суға отырып алайық. Біз ғана бірінші келдік бе, кешігіп келе жатырмыз, ойбай деп асығып келдік. Сонша асығып келгенімізді қайтып. Ешкім жоқ, бәрі қазақ пайызки. Бәрі қазақ айтылады. Бәрі кешіп келу керек. Обязательно традиция бойынша. Уже негізі әртүрлі блогерлер бар. Астананың көп блогерін тани бермейді екенбіз негізі. Оформление өлтірген. Уже блогерлер желеп келіп әрқайсысы стористердің фотоларын жүріп жатыр, ал бізде осындай контент болады. Негізде сәл шомылуға болады, бірақ кішкене сәл ерте болып тұр. Бір жақтың погодасын жүрмейсіз, суға түсіп баратын кезде қар жауып кетсе бәле. Сондай, жаңа кейін Бағдәулеттер қазір келе жатыр, енді. Так, достар, мына жерде қарап отырсақ, даже аэропорттан чемоданмен түсіп прямой келіп жатқан адамдарды байқап отыр. Сондай-ақ мына жерде бір жігітті танысып отыр. Қалыбым арқылы танысқан. Бауыржан болады. Танитындарыңыз бар шығар, ағаларыңыздан. Танитын болсаңыздар, обязательно комментарий жазып кетіңіздер. Қазір енді пока что естіп бәрі келіп, жайлап қарап отырық. Мына жерде негізі основной қыз блогерлер көп ше. Қыздар дейтін жетеді. Вообще үлкен кісілер танымайды екен көбісін. Таниды блогерлер. Біздің телефонмен жүр. На, байыма жаман көзге сық көрініп жатыр жандай. Жәке? Байыма жаман көзге сық көрініп жатыр ше. Бұл менің алғашқы махаббатым ғой. Сары байыма емес пе? Өзілікке бірінші берген махаббатым. Шетчімген Қазір осылары дәрежеге жеттім айтып отыр ғой. Қоя, Жәке өзіңізді официально маған тапсырыңыз дейді. Нұрдәулет сияқты көтеріп кетейінші дейді. Жатам. Аны ма? Иә. Болады негізі. Кілтін өзіңіз ырымдап тапсырыңыз дейді. Нұрдәулет сияқты көтеріп кетсем жаман болмайды ғой деп отыр. Нұрдәулет сары байымадан кейін сары келек алып, надан кейін ақ Бәле, келек мен алып. айтатында сарымен қалдырмайсың ба деймін де, может болатын еді деймін де, енді ақпен енді күмән болып тұр да. Бола ма, ойма деп. Мына байыманы егер білмей жатқан болсаңыздар, Нұрдәулеттің алғашқы сары байымысы, оны қалай дәлелдеуге болады сіздерге? Мінекей ішіндегі сары детальдары, сары чоқолдары сол қалыпты. Мөлтікпен шыққан бағана уже шалбар алып қараңыздар. Үлгерді еще. Плотно бар ғой. Қыз болмайған бұл бар ғой, реально өзіне жаман қатты қарайды ғой, шаштарын бүйтіп қарайды да, неге мына жерім кішкене Қыз болса кәмшат жол бойын әдем болды. Ар жақтан өңшеген қыздар, мына жақта жігіттер. Қазір енді мына жерде қызыл кілеммен, жеке-жеке шақыртумен кіргенде тұр примерно. Мына жақта бірден біз организаторға жолығып алайық, өйткені біз кнопкамызды кімге береміз? Сен кнопканы кімге берейін? Кнопканы кімге берейін? Кімге бергіңіз келіп тұр? Жоқ, қайда тапсырайын? Күші қойып қойын ба? Мына Мына жерде бәрі блогерге, кім блогерге көрініп тұрғаныңыздаршы? Камера ұстатқан әр блогер ғой. Сіздер тоқтарыңыздар. Қандай бол? Қасқырлар? Сен кете берсін. Қасқырлар кете берсін. Ас болсын, брат. Ас болсын, жігіттер. Қасқырлар командасынан талантты бір блогер шықты. Негізінде Инстаграм ғой. Айтпаш. Сондай-ақ достар, атақты қазір сөйлеп тұрған Ерлан Малаев ағамыз да бар екен. Бәріңе сәттілік тілеймін, табыс тілеймін, аман болыңыздар. Камерамен билейді. Мынандай ойын болады. 3, 6, 9, 12 деген сандарды айтып болмайды. 4, 5. Я умный. 7. Я умный. Ей, 8 қайда?
Орныңа қарай. 8 қой 7 деген 8 орныңа қарай. Ошаққа кетті. Стоп қалдыңыз. Еще жай қатыспай подарок алып кетті. Сен ба да? Ойнадың. Ойнадым. Точно ма? Точно. Молодец. Бритва саған. Рахмет. Красавчик. Қошеметтеп қойыңыздар. Ал. Бір бритва алдық. Кезекте мен осы ортада Ойындар қатыса беру Если че конкурсқа Қазақстан Жалпы түсіріп жатқан ғой. Мен ғана түсіретін ақша бәрі түсіргенге ұялып кетті. кім келіп тұр? Кім түсірген келді ғой өзі. Ашу. Мен ломбардтың. Енді мына жерде бүйтіп фото түсуге арналған жер ғой. Сол үшін сонау деген келіп сөйлеп отыр болшы. Негізі көп номинациялар түсіре алмай жатыр, өйткені мына жерде сөздің шыны керек. Өте күлкінішті номинациялар отыр. Талантты блогер дей ма, жылдың жаңағы сұлу блогер дей ма. Білмеймін, былай күлкінішті сияқты. До того жүргізуші Жандос Самалбектің өзі күлгені соншалықты прикол ұстап отыр әрқайсысына. Дәлелде деген сияқты прикол ұстап отыр. Сол себептен ал бізге қандай номинация береді деген қазір көретін боламыз. Дәл қазір сәтте іште жаңадан бір топ құрылыпты, соның жаңа әнін тұсаукесері отыр. Мына ән қалайсың, Антон? Давай, брат, жібер, кән! Үйде! Бағана негізі шында баста нормально жалдаймен қыздармен билеп отқан, кәп билемей қойын. Кеулер осы сияқты да. Бір қарасам қыздармен билеп отыр, бір қарасам айнап қашып келіп отыр ғой. Жоқ, үлкендеу дәстәр қорқасың да. Біреудің әйелі болса. Рысқы сол үшін айтып отыр деп отмаса? Жоқ, Руслан Амир, жоқ, Руслан, сен ғой да, Руслан, да? Сен фамилия аты жөніңе де пранкс жасаған жоқсың ба? Натурный папаң аты Эдуард ба? Эдуард, иә. Семьяларыңа пранк керсіңдер ма? Ал, қошеметтеп қойыңыздар, жыл пранкері, лайық! Ал жылдың үздік пранкерлер аттанып отыр. Ал бізге қандай номинация бұйырды? Әлі қысып отыр. Жаңа біреу шықты, үздік постық салушы дейтін біреу көрді. Біраз жерге үздік комментарий жазушы дейтін шығарсыз. Үздік хейтер деп шығармаса болады. Бақыт айтамын да. Жыл блогерден емес ана Шижи маркетте деймін да. Ең дейінді блогер Амантаев Серік Мырзаны құрмет Не деген номинациялар қанағат енді ол. Біздің номинацияда уақытта келді. Қандай трендтің атасы ма? Не сенсіз тренд? Қандай челлендж деген? Қандай челлендж болды? Челлендждің түрі көп қой негізі. Осы мынау 2015-тен бастап хит болып жатқан бәрін істеп кетті. Молодец, красавчик. Орныңызға қарай жайғаса берсеңіз болады, әрдайым осы айналым қазақта челлендждермен қуантып жүре беріңіз. Вот, Абдыши. Неге бізге Инстаграм логотипі береді? Инстаграм логотипі. Қайда, ютуб қайда? Жыл челлендждің атасы деген атақты айтсайшы, номинациясына марапатқа. Шіркін-ай! Необычный вот андай сүйкімді, мейірімді дейтін қарағанда. Ата болып кетіпсің ғой, ата. Рахмет. Біз мына жерде пранкер деген әнші екен ғой. Өзімен бір екі ауыз сөз. Тек болса. Жіберелер жәке? Негізінде біле білетін адамдар болса, жайсың негізін спорласып келгенсің да, шынымен да, осы блогерлік өмірге. Өзінің келіншегімен спорласып, мен блогер боламын деп, не дедің сен, бір жылда ма миллион подписчикке жетем деп, өзінің келіншегімен спорласқан. Бір жылда миллион подписчикке жетем деп, қазір қанша миллионың бар? Миллион 900 подписчигі бар екен. Браво, қошеметтеп қойыңыздар, әрдайым да осылайна. Жәкең еқан номинация. Жыл ақыны деп. Дүйсенбаев Жақсылық, Толсбекович, жыл блогері. Жақсылық екен ғой, Жәке? Енді Білмейсің ма не? не айтамын? Блогер деген Жыл блогердің несі шықты? Жыл блогері уже конкретно Жәкең ғой. Қыздар сұп шықса екен, орта қарай. Жаннахан! Ертелі актриса! Ең үздік жұттар құтты болсын. Құтты болсын, бірақ ең үздік жұттар құтты болсын.
өйткені 100 мың оқырман 2 дүркін да еще да 2 дүркін кәдімгідей Мадияр Пернебай бауырымызда серебряный кнопкамен жүректе құттықтаймыз. бір парақшамен 2 алып тұрсың ба, 2 парақшамен ба? Оның негізі тарихы ұзақ негізі. Кәдімгідей бір кітап шығып кетеді. Құтты болсын, иә. Екеуін Аман сразу болыңыз әрдайым. О, вау. Мынау сізге Ого. грамотасы бар ма? Болды. Болды, иә. Соған шығышылық еді. Әлі алда. Золотой кнопка бар ғой, әлі алдыда. Құдай қаласа сіздермен бірге жететін боламыз. Ең алдымен біз еңбек етеміз. Ал сіздердің қолдауларыңызбен. Ал құрметті ағайын, енді мен арнайы өзімнің шын жүрегіммен тағы да қос бауырымды құттықтағым келіп отыр. Мінекей бүгінгі таңда 2 дүркін ютубтың күміс кнопкасының иесі атанып жатыр екен. Мадияр Пернебай деген бауырлар, және де Шыңғыс бауырлар. Ал енді Мадияр Пернебай бауырларының пернеден саусақтары талмасын. Жақсы дүниелерді ютубқа шығара беріңдер. Таусылмасын жақсылық амалдарың сендер үшін жырменен ән арнадым. 2 емес 200 дүркін ең атақты ютуб тағы жұлдыз болсын каналдары белгілі. Құтты болсын жолдарың. Құтты болсын жігіттер. Что там ағайындар? Блогер мырзалар. Екеуің арада спор не болды? Бәсеке ма? Сен айттың Жәкең алады дедің, иә? Иә, тура айттым ғой. Енді Жәкең сен задайың орындайды ма? Мен заянымды орындайды. Ема. Фотологтың көке сен ойнап тұр ғой. 3 рет бәстестік қой, 3 рет ұтылды ғой. Біреу болмайды. Сөйлеп жасайды, ұтылады. Жәкеңмен бәстесем ойды мен. Брат, ол не үшін білесің ба? Жәкең сені қолдап отыр, сен 30 дейді ғой білесің ба? Сол үшін ұтылады ғой. Жоқ, бұны маған істейтін идеясы дайында менікі жоқ қой, не айтарын білмей тұрамын. Ол кісі айтады. Осылай айт өзі жеңіп кетесің деп. Ал достар, осындай керемет көңілмен біз видеоны аяқтайық. Әрине сіздерге ұнаған болса лайктаймай басыңыздар, артына жазыңыздар, комментария, керемет пікірлер қалдыруды ұмытпаңыздар. Олай болса, осындай керемет көңіл күймен біз сіздермен қоштасамыз. Олай болса, келесі кездескенше аман сау болыңыздар.